Ивермек деген не ол өзі? Ивермек дейтін ол ивермектин негізі. Нағыз ішінде жұмыс жасап тұратын ол ивермектин. Ивермектің ішіндегі ивермектин ол 0,1% сол ивермектин болады екен. Осы ивермектин нағыз біздің паразиттерімізді, жәндіктерді өлтіретін нәрсе. Бұл ең ішіндегі нағыз жұмыс істейтін нәрсе. Енді ол қалай жұмыс істейтін білейік. Бұл ивермектин дейтін, ивермек ішіне кетеді, малды өлтіріп тастамау үшін ивермек басқа бір нәрселерді қосады ивермектиннің қасына, чтобы ол малдарды улап тастамасын деп, малды өлтіріп тастайды. Енді сол ивермектин ішіне барғаннан кейін бөлінеді. Ол нерв жүйелерімен жүре бастайды. Сол нерв жүйедегі бүкіл осы нерв жүйелері арқылы паразиттерге барып, паразиттерді өлтіре бастайды. Ивермектин микроциклдық лантондарға жатады. Ол барып, манағы паразиттердің нервілерін құртады. Ол нағыз негізі осы нервіні құртатын нәрсе екен. Нервіні өлтіреді, паразит парализованный болады. Ол қозғала алмағасын, тамақ іше алмай, ештеңе істей алмай, просто так өліп қалады. Енді ол нервілерге қарсы нәрсе болса, ол қалай ол малдың нервісін өлтірмейді? Мына графикте көріп тұрғаныңыздай, әр еккен сайын малдың 5-6% нервісі өле бастайды. Және де 10 жылдан кейін ол бұлай кетпейді, ол көріп тұрғаныңыздай графикте ол бұлай кетеді. Ол жайлап көтеріліп келеді, резко жоғары көтеріліп кетеді. Неге олай? Өйткені мал әлсірей бастайды, сосын жайлап уже иммунитет әлсіреген сайын тез әлсірей береді. Әр 10 мг ивермек 3-4% нервіні өлтірсе, ол қалай әсер ететінін айтсайшы. Енді осы нерві өлгеннен кейін бізде әлі алда талай проблема бар. Ол қандай проблемалар? أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع ең опасный нәрсе ол әрқашан мүмкін дей алмаймын, бірақ та ең жаман нәрсе осы гемофицилинческий барьерді бұзады екен. Осы бұзу өтсе, енді уже мал сау қалады деп ойламаңыз. Өйткені ивермектин миына кетеді сол кезде. Миына кетіп, миына тигеннен кейін бар, уже небір аурулар пайда бола бастайды. Оның ішінде аллергия, аппетит қашу, сосын мал уровень жоғалту, уже бас айналып қинала бастайды. Осылай ол уже өте қатты малға әсер етеді. Енді жарайды, ол уақытымен кетіп қалады шығар, мал әлсіреді, жарайды. Зато сыртында жәндіктер, ішіндегі паразиттер бәрі өлді. Жарайды, жақсы. Бірақ, мұны қараңыздар. Неге біз мұны 28 күннен 40 күнге дейін ет жеуге болмайды, сүтін сауып ішуге болмайды. Бұзауының өзі іше алмайды сүтті. Неге? Онда нервісіне барып тиеді бұл ивермектин. Значит, ол мүмкін емес резко тазартып кету. Мына графикке қарап тұрғаныңыздай, бұл жерде ивермектин түсіп барады, азайып, бірақ до конца төменге түспейді екен. Ол бір жерге апарып, бір жерге барады да тіреледі. Бұны әрине бізге өндірушілер айтып қойған, бұл улы нәрсе деп айтып қойған. Енді бізге айтпайтын нәрселер де бар. Жайт рахмет айтып бергеніне, бірақ айтпайтын нәрселер бар. Ол зуд тудырады, аллергия, тәбеті қашады. Және де ең бетері ол бауыр мен почкаға жинала береді екен. Ол нағыз қанды фильтровать ететін жерлер. Сол қанды фильтровать еткенде ол барады да жинала бастайды. Сол жақтарға нағыз ол кірдің бәрін жинап тұратын нәрсе. Және де ол ешқашан ол жерден кетпейді, сол жерге жинала береді. Так что ивермек еккен малдың бауырын және почкасын жемеген дұрыс. Және де осы ивермек еккен малдар уже расходтары көбейе бастайды. Себебі асқазан мен ішек қарнын
состояниялары кеткен соң ивермектен кейін олар тамақты дұрыс қорытпағасын, ол тешіп кете береді, оған сала бересің, аузына тыға бересің, ол жақсы қорытпаған соң уже көп кете бастайды. Расход өте көп болып кетеді. Және де бұл ең жаман, ең көп кетіретін нәрсесі, ең көп құртатын нәрсесі, мана айтқандай нерв. Нервке жаман әсер етеді. Себебі ивермектин әдейі сол нервті құрту үшін арналған. Ол баратта, мана паразит жаман жәндіктердің бәрін нервлерін құртады. Сол кезде олар жайлап парализоваться етеді, сосын тамақ іше алмасын, өледі. Мана айтқанындай. Енді бұл видеоның соңында айтып кетейін дегенім сендерге сұрақ. Енді бұны қолданған дұрыс па, дұрыс емес пе? Осыны комментарийге жазып жіберіңіз. Ивермек, ол сондай керемет. Малдың жағдайын күшейтіп жіберетін мықты әдемі нәрсе. Сиқырлы таблетка, короче. Бірақ бұл сиқырлы таблеткадан кейін неге біз 28 күннен бастап 40 күнге дейін қорқып жүреміз жеуді? Бұл соншама күшті, мықты нәрсе болса. Неге біз оны қолдана бастадық? Бұрында қолданбайтын еді. Себебі адамдар оңай жолды іздей бастайды. Ал бізге бұны опытный фермерлер айтпайды екен. Сол ең қызық болып тұрғаны бұл жерде. Осындай енді пайдалы ақпараттарды алып отыру үшін мен каналыма тіркеліп кетіңіз. Бұл видео қызық болған болса, лайк басыңыз. Ендігінде ивермек қолданасыз ба, қолданбайсыз ба? Міндетті түрде комментарийге жазып жіберіңіз. Маған қызық болады. Кімге бұл әсер етті? Кім бұдан сабақ алды? А кімге бәрібір тез жолды іздеп жатқан адамдар, оны кімді улап жатыр? Өзін улап жатыр ма? Сатып алып жатқан клиенттерді улап жатыр ма? Бәрібір әйтеуір тез жол болса болды. Сондайлар бар ма? Көрейік, давай комментарийге жазып жіберіңіз.